Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Айтудан шаршамаймын. Менің YouTube арнамдағы пайдалы кеңестер ұнаса, лайк басып, пікір жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі біздің көрсететініміз барлықтарыңыздың үйлеріңізде душевой суға түсетін жер бар. Душевой кабина деп айтамыз. Сол суға түскеннен кейін мынандай сатпақ болып, жаман болып стеклолар не қылады, бүлінеді. Соған байланысты менде пайдалы кеңесім бар. Ол үшін бізге кәдімгі ас содасы, сосын лимон керек. Сонымен кеттік, лимонды екіге бөлеміз. Ас содасын ашамыз. Сонымен ас содасын лимонның бетіне сеуіп, сонымен осылай тазалаймыз. Қазір барлығын көрсетемін. Сонымен лимонға ас содасын септік, енді терезесін сүртеміз. Мінекей, әбден сүрттік. Енді құрғақ шүберекпен сүртіп алуға болады. Содан кейін результатын бірге көреміз. Сонымен біз лимон мен ас содасын қосып, терезесін сүртіп, осындай нәтижеге жеттік. Менің YouTube арнамдағы пайдалы кеңестер ұнаса, пікір қалдырып, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.